Менің аты жөнім Төребек Сұлтанбек Төлебайұлы. Мен Ақсу ферроқорытпа зауытында жұмыс атқарамын. Бүгінгі форум Конституциядағы, біздің ата заңымыздағы Конституциядағы өзгерістер жайлы болып жатыр. Конституция, біздің ата заңымыз, ол біздің өмірімізде осы жаңа өзгерістер жақсы орындар алады деп өзім сенемін. Негізі көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр Конституцияда. Ол бағанағы көптеген баптарда өзгерістер енгізіліп жатыр. Президенттің бір реттік сайлауы, 7 жылда бір рет қана президент болып сайлануы бар. Сол сияқты бағана отбасы мәселесінде көптеген өзгерістерді айтып жатыр. Ата-ананың балаға деген тәрбиесі туралы және баланың ата-анаға деген өзінің бағана міндеттері туралы көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Және сол сияқты Конституция 30 жылдық Конституция болғаннан кейін біздің мемлекет өсіп келеді. Көптеген өзгерістер, жаңадан пайда болған өзгерістер енгізілген. Соның бәрі осы Конституция толық қарастырылды деп ойлаймын өзім.